Бізге аралас емес қазақ мектебі керек. Алматы облысындағы Талғар қаласының тұрғындары осындай талап қойды. Жұртшылықтың шағымына аудан атқамінерлері құлақ аспағандықтан, ел білім министрі Асхат Аймағамбетов пен мәжіліс депутаттарынан көмек сұрауда. Даудың басы неде? Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Салынып жатқан мектеп аралас емес қазақша мектеп болса екен деп. Біздің жан айқайымыз сол. Талғар қаласы тұрғындарының басты талабы осындай. Қазіргі оқып жатқан Тұрар Рысқұлов атындағы нөмір 9 мектепті білім ошағы деуге келіңкіремейді. Өйткені бұрынғы ғимараты өртеніп кеткендіктен 90 жылдары уақытша балабақшаға арналған нысанға көшіріліп, әлі күнде тар жерде отыр. Бөлмелерді екіге бөліп сынып жасапты. 300-ден астам бала қысылып, қымтырылып осында білім алады. Спорт зал, акт зал деген атымен жоқ. Мұғалімдер бөлмесі болмағандықтан дәлізде отырады. Мына жерде спорт зал жоқ балаларға. Балалар волейбол, баскетбол, басқа ойындарды білмейді. Олар потому что спорт зал дегенді білмей өскен балалар. Қыс бойы класстың ішінде, сыныптың ішінде отырады, шахмет, шашке ойнап. Жазда ана топырақтың үстінде топырақ жерге бір-бірін қолап, шаң-шаң болып үйге келеді. Біздің талабымыз сол ашылған жаңа мектеп қазақ мектеп болса, осы 9 мектеп болса, осы мұғалімдерімізбен бәріміз сол жаққа көшсек, соны талап етеміз. Біз неге аралас мектепте оқуымыз керек? Білім ошағында дені түзу сыныпта білім беруге арналған оқу құралы да жеткіліксіз. Өткен ғасырда салынған ғимаратқа күрделі жөндеу де жүргізілмеген. Асханасы тар, онда ас әзірлеп тамақ беруге қолайсыз. Ал сыныптардағы есік-терезелердің алқа-салқа шыққан. Жөндеу көрмегені бірден көзге ұрып тұр. Бұл ғимаратты мектеп деп айтудың өзі артықтық етеді. Мына тар дәлізде 300-ден астам оқушы үзіліс кезінде сығылысып жүреді. Ал мына екі әжетханаға балалар кезекке тұрады. Бұл жерде санитарлық талаптар туралы айтудың өзі артық. Жаңа мектептің құрылысы басталғанда сол кездегі аудан әкімі онда Рысқұлов атындағы мектеп көшіріледі деп кезінде уәде беріпті. Алайда құрылыс аяқталуға таяғанда ол аралас мектеп болады деген естіген ата-аналар мен ұстаздар қауымынан маза кеткен. Бүткіл халықтардың сұрауы сіздерден, жоғарғы әкімдерден сол Тұрар Рысқұлов атамыздың атын өшірмей, соны Тұрар Рысқұлов атындағы қазақ орта мектебі деп балаларымызды қазақша тәрбиелесе екен деген ұсыныстарын айта келдім. Жаңада мектеп ашылады деп жатыр. Оған балалар жинап жатыр дейді. Егер де ол мектеп ашылатын болса, осы райондағы балалардың бәрі сол жаққа кетеді де, біздің мектептің ертеңгі күні оқушы қалмай, біздің мектеп жабылады. Яғни аудандағы бір қазақ мектебі жабылу үстінде тұр. Ал аудандық білім бөлімінің басшылығы қандай критерийлерге сүйеніп аралас мектеп жасамақ болғандарын түсіндіре алмады. Жаңа салынған білім ошағынан гимназия ашуды жоспарлап отыр екен. Әзірге білім нысанының қай тілде білім беретіні белгісіз. Оны мектеп ұжымымен оқушылар жасақталғаннан кейін ғана айта аламыз деп ақталды. Ал ширек ғасырдан астам уақыттан бері жөндеу көрмеген Рысқұлов атындағы мектепке енді ғана күрделі жөндеу жүргізуді жоспарлаған көрінеді. Ол мектеп қабылданып, қаулысы шығып, қабылдау актісіне қол қойылып, оқушылардың тізімі қалыптасып, мұғалімдер контингенті қалыптасқаннан кейін ғана барып мектептің оқу тілі анықталатын болады. Енді оқыту тілі мынандай болмайды дейтінім себебі, кез келген ата-ана өзі құқылы баласының оқыту тілін таңдауға. Ал нөмір 9 мектептің бұрынғы өртеніп кеткен жері жекеге сатылып кетіпті. Білім бөлімінің басшысы ол жер телімін қайтарып алуға ниет танытып отыр. Алайда ауданның атқамінерлерінен әбден көңілі қалған тұрғындар білім министрі мен халық қалаулыларынан көмек сұрауда. Ұлан Тәліпбай, Айдын Қалуов, Алматы облысынан.